Сәлем достар, Абзал Дәулет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Соколдамыз. Соколға келген себебіміз 15 машина ең тез жүретін Қазақстандағы соларды жинаған Zikr 8X автокөлігі. Ресейден келген коллегамыздың автокөлігі қазір ғана Қырғызстаннан сатып алды. Өздеріңіз көріп тұрғандай М5 99 және де Zikr 8X автокөліктері қазір бірінші заезд жасайын деп жатыр. Бұл жерде көптеген қызықты контент болады. Сол үшін каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, достарыңызға осы контентті жіберіп отырыңыздар. Не знаю, что будет. Посмотрим. Столько BMW-шек приехало. Наказать моего Zikr 8X, не знаю, что из этого выйдет. Біз біздің тежеуіштің ұстамайтын ұмытып кеттік. Бірінші заездіміз фальшстарт болды, өйткені автокөлік өзін ұстап тұра алмады, раздуваться еткен кезде. Ал енді келесі заезд, бірақ сонда да ұтып кеттік. 11-5 жүрдік, 1-4-ті. Келесі заезд Zikr 8X автокөлігі, М4 автокөлігімен Игорь атты біздің бауырымыздың. Ол бірінші рет шығып келатыр, екеуінде де опыт жоқ. Екеуінде де опыт жоқ, былай айтқан кезде. Сол себепті Игорь өкінішке орай М4 автокөлігімен қазір ғана 8X-тан қалып қалды. Дорогой! А он без опыта был. Кто без опыта? Это мой Кент, Игорь. А он был за рулем? Да. Ты за рулем? Нет, я же на М5 тебя вот так, фу. Давай второй посмотрим. И что ты там? Остужаешь давай? Да. Крым готовы стать? Да, конечно. 24/7. Он не знает, что в ней. Это М3, Stage 3, Stage 2, Aventuri. И того выбрал соперником. Zikr мне интересно, короче, и встаем с рестайлингом F90 на стоке. Первый заезд фальшстарт. 8X күтіп тұрмыз. Қазір операторға бізге шлем отпесе. Мы поедем. Сейчас ему шлем. Поехали! Вот так, налегке. Одной рукой. М5, F90 на стоке. Все, 8X не едет вообще. Как бы қарамай ақ қойыңыздар енді. Қытай автокөлігі болғандықтан немістің нағыз BMW-сына жету қайда. Сонау Ресей мемлекетінен келген біздің партнер, блогер, өздеріңіз көргендей. М5, жаңа М5 тозып кетті, мақтанып тұрады. Ескі ең бірінші М5-тан 2018 жылы шыққан, жеңіліп қалған қалай кетті. BMW-даған әрине қызығырақ. Сол себепті екінші заезд, бірінші фальшстарт болды, екіншісінде таза ұттық, қанша жүргенімізді қазір телеметриядан көрсек болады. Осындай қызықты бүгін күн болып жатыр. Бұндай контент сіздерге де ұнап жатқан деген ойдамыз. Қазір ары қарай тағы да қызық болады. Енді Tesla Plaid және де М5 G99 жаңа М5 тайттан шығған деп жатыр. Обоим 911 мен Серега бауырымыз, коллега по цеху, қасымызда Адил, контент. Қазір көретін боламыз қалай жүретінін. Терезені жапсақ болады. В принципе, қатты қиналмауға да болады 911 мен. На атмосфере. Посмотрим, как она поедет. Давай. Мы тоже лаунчтамыз. Так. Встаем. Ну, бірінші рет айдап отқаннан кейін өздеріңіз көрдіңіздер. Бізге соперник емес. Ол үйренсін, пока ештеңе демей ақ қойып. Старт өйткені проспал. А когда старт проспаешь, ұйықтап қалсаң, болды. Бүкіл гонканда ұйықтап қалды деген ойда боласың. Өйткені мен осы жылы 3-ші рет қатысуым Драгворсқа. Өткен жылы бірінші қатысуымда 1/8 финалға шықтым. Осы жылы бірінші этапта 1/4-ке дейін бардым. Лоу-Кз Мидта 1/8-де. Енді осы 7 июнь күні 3-ші этапы болады. Сол жерде орын алмасақ, енді ұят болады мына автокөлікпен. Оған дейін
тежеуіштеріміз келеді және де кованый дисктарымыз да келіп қалуы мүмкін. Поехали, братан, поехали сразу, Не, у нас двигатель спереди, а не сзади, братан. Сразу бірінші ұтылғаннан кейін Серега бауырымыз екінші жарысқа шақырып жатыр. Енді екіншісін тағы да бұған көрсетейік, қалай BMW жүретінін Поршедан қарағанда. Бұл бауырымызға үйретіп жатыр. Біздің жүрген уақытымыз пока өш қапты. Кейін көрсетіп айтатын боламыз. Бірақ 11 драгиді қосып қойық. Драгимен көріп отыратындай. Ал енді драгиді қосып қойдық. Қазір ланчпен қанша жүретінімізді көрейік. Енді тек қана драгқа ланчпен қатысамыз. Өйткені автокөліктің ланчсыз D3-пен қатысып жүрген кезде автокөліктің артқы редукторын қинап жатыр екенбіз. Мына бауырымыз қатты заряженный. Требовал реванша дейді, сол себепті. Реванш болса реванш. Жібере салайық, машинаны қинамай өйткені ол бастаған жоқ, сол себепті біз жай жүріп қалдық. 100-ге дейін 4 секунд деген ол ұят еді. Сопернигін слабы болса да, ол да қиын. Өйткені машинаны қинайсың. Сол себепті ал сопернигін сәл слабы болғандықтан заездер толық жүрмей жатыр. 8X автокөлігі 911 тосып кетті, бұлай болмайды, сол себепті рульге өзіміз отырып жатырмыз. Серега бауырымыз автокөлігіне дядя Витяға сәлем жолдап қояйық қазір. Ну ты чего? Давай! Ты куда ты? Куда ты? Нормально. Скажи. Четко, интересно. Прокладка не попала, мотор дальше кипит. Так причем мы втроем в машине, если что так. Надо второй заезд, тречки забыл. Опять? Да, я на тоже нормально. Поехали, брат, что? Ну, бірінші заездімізде ұтылып қалдық, екінші заездімізде де 8X автокөлігі бізге жетіп алды, бірақ зарядсыз отырып қалды. Батарейка, короче, села. Ну, как бы, я думаю, на М5 сейчас мы его еще раз, третий раз накажем, и как бы проблема жоқ деп ойлаймын. И домой спать. Porsche 911 сток, атмосферник жүрмейді. Не істейміз, қайтеміз. Жетіп алды 8X автокөлігі. Финишқа жеткен кезде өздеріңіз көрдіңіздер жетіп алғанын. Енді зарядсыз отырып қалды, бірақ. Электрлік көлік, одан басқа не істейміз. Красавчик. Я уже Прям догнал. чуть-чуть Догнал. привык в к конце. светофору. Да. Не, первый раз я прям четко стартанул. Второй раз я доли секунды тебя пропустил, но догнал. Да. Ну, на 9.1 ты догнал, да. Слушай, ну хорошо едет, скажи. Ну и нормально. Ты Слушай, чё? иди стартуй. Не, сейчас давай на третий заезд со мной, если хочешь. Сейчас давай только. Батарейка. Да, перекурим, отдохнем. Жарты сағат уақытымыз қалды, біздің осы жерді бронировать еткен. Енді 8X пен бір-екі рет шығамыз да, сонымен осымен гонкамыз бітті десек те болады. 8X, Zikr 8X автокөлігін 2 рет ұтып алдық. Стоковый M5 F90 2018 жылғы автокөлікпен. Хорош. Вот это контент, вот какие эмоции. На последний. Ты чё? 2.0 было, потом ты 2.2 сделал, потом 3.2, потом 4.2, последний заезд. Я первый финиш проехал. Не знаю. Победила дружба. Сонымен басты себепкер бізде дядя Витя Мәскеу қаласынан келіп тұрған, Ресей мемлекетінен өзінің Zikr 8X автокөлігімен. Қазір ғана гонканың барлығы бітті, енді сөз кезегі өзіміздің қонақта. Я очень рад гостеприимному вашему народу. Очень рад, что у нас получилось сегодня сделать такое крутое мероприятие. Все отдохнули, все кайфанули по полной.
погонялись. Все, желаем удачи. Рахмет. Спасибо вам огромное. И спасибо всем ребятам, кто сегодня собрался, кто приехал просто поддержать, кто Всё. просто приехал посмотреть. Вам спасибо за такой движ, которого у нас в Казахстане не было. Вы первый человек. А зачем скучать дома, да? Конечно, Можно приехать, погонять, круто провести время. Ну Никит, все, устраивай, как ты хочешь. автокөлігі мына автокөліктерге қарсы шықты, әрқайсысымен жарып шықты. погоняли. Зарядкасы жетті, бірақ кейбір кезде зарядке барып қойып алды. Енді қазір фотосессия. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Porsche 911, Было. Серега бауырымыздікі. Блядь, M5 F90, менікі. M5 G99, M5 F90 рестайлинг, M5 G99 туринг. Өте көп автокөліктер, даже Dodge Hellcat, бірақ бұзылып қалды өкінішке орай, бірақ Burnout'ын өзіңіздеріңіз видеода көрдіңіздер. Лайк басып, комментарий басып отырыңыздар. Егер де осы шығарылым сіздерге ұнаса, сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Ұнаса, сіздер не істеу керек екенін өздеріңіз білесіздер. Достарыңызға таратыңыздар, қазақша контентті қолдап отырайық.